Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгінгі сабақта Scratch ортасында көбейту кестесі жобасын жасайтын боламыз. 1-ден 10-ға дейінгі сандарды көбейтуді экранда көрсететін жоба құрастырамыз. Жобаны орындауда айнымалылар мен кірістірілген циклдерді қолданамыз. Жобаны орындау қадамдары. Бірінші, жобаға математикалық фонды алдын ала жүктеп аламыз. Келесі бізге жоба скриптін жазуға W, K, Z айнымаларын енгізетін боламыз. Ол үшін айнымалылар блогына барып, айнымалы жасау, бірінші W, келесі айнымалымыз K, келесі құратын айнымалымыз Z айнымалысы. Осылай 3 айнымалыны құрып аламыз. 1 мен 10 арасындағы сандарды көбейту үшін 2 циклді кірістіріп пайдаланатын боламыз. Жоба скриптін құрайық. Бірінші бізге басылғанда деген жалауша қажет болады. Одан кейін біз айнымалыларымыздың алғашқы мәнін орнататын боламыз. Z және K айнымалыларына алғашқы мәнді орнатамыз. Бірінші Z мәніне біз 1-ді орнатамыз. Келесі K айнымалысына 0-ді орнатамыз. Келесі бізде цикл болады, 10 рет қайталау керек, өйткені бізде 10-ға дейінгі көбейту кестесі болады. K айнымалысын 1-ге өзгертеміз. Келесі W айнымалысын 1-ге орнатамыз. Келесі циклдің ішінде бізде кірістірілген циклді жасайтын боламыз. Қайтадан 10 рет қайталау деген блокты алып келеміз. Міне бізде кірістірілген цикл. Енді осы кірістірілген циклдің ішіне біз көбейту кестесінің орындалу ретін жасайтын боламыз. Яғни ол үшін бізге орнату деген блок қажет болады. Осы жерде біз операторлар блогынан көбейту операторын әкелеміз. K мен W-ді көбейткен кезде бізде Z айнымалысының мәні шығады. 2 секунд күту. Және W-ді 1-ге өзгертеміз. Біздің көбейту кестесі жобасының скрипті дайын. Енді бізге көбейту орнына қою керек болады көбейтулерді. Бұл жерде бізде Z-дің мәнін тең боладан кейін болады. K менен W-ді көбейткен кезде бізде Z-дің мәні алынатын болады. Жобамызды іске қосамыз. Сол кезде біздің көбейту кестеміз жүреді.
1-дің көбейту кестесі аяқталды. Енді келесі 2-ның көбейту кестесі басталып жатыр. Дәл осылай кірістірілген циклмен бұл көбейту кестесі 10 рет қайталану арқылы 10-ға дейінгі көбейту кестесін бізге шығарып беретін болады. Енді оқушылар осы жобаны өздеріңізде қайталап жасап көріңіздер.